Құрметті оқушылар, бүгінгі математика сабағынан жаңа тақырып 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмін өтеміз. Бірінші көбейткіш 3 таңбалы сан 102 санын жазамыз. Бірліктердің астына екінші көбейткіш 3 санын жазамыз. Ең алдымен бірліктерді көбейтеміз. 2 көбейту 3 тең болады 6. 6-ны бірліктердің астына жазамыз. Ондықтарды көбейтеміз. 0 көбейту 3 тең болады 0. 0-ды ондықтардың астына жазамыз. Жүздіктерді көбейтеміз. 1 көбейту 3 тең болады 3. 3-ті жүздіктердің астына жазамыз. Жауабын оқимыз. 306 саны шығады. Біз көбейтуді бөлумен тексереміз. Яғни 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлеміз. Бөлінгіш 306, бөлігіш 3. Бірінші толымсыз бөлінгіш 3 жүздік. Бөліндіде 3 цифр, жүздік, ондық, бірлік болады. Жүздіктерді бөлеміз. 3 бөлу 3 тең болады 1. 1-ді бөліндіге жазамыз. Ондықтарды бөлеміз. 0 бөлу 3 тең болады 0. 0-ды бөліндіге жазамыз. Бірліктерді бөлеміз. 6 бөлу 3 тең болады 2. 2-ні бөліндіге жазамыз. Жауабын оқимыз. 102 саны шығады. 0-ды кез келген санға бөлгенде әрқашан 0 шығатынын еске сақтаймыз. Және жазбаша бөлу кезінде қысқартып жазуға болады. 306-ны 3-ке бөлу үшін 3 жүздікті 3-ке бөлеміз. Тең болады 1. 1-ді бөліндіге жазамыз. 0 ондықты 3-ке бөлеміз. Тең болады 0 болатынын білеміз. Сондықтан 1-ден 0-ды бөліндіге жазамыз. 6 бірлікті 3-ке бөлеміз. Тең болады 2. 2-ні бөліндіге жазамыз. Жауабын оқимыз. 102 саны шығады. Осы сабақты бекіту мақсатында оқулықты ашып, 10-шы беттегі 3-ші тапсырманы орындаймыз.